Салем баршаңызға. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер достар. Байлар да жылайды. Бірінші бөлім. Болған оқиға ізімен. Жас шамасы біразға келген осы адам қыр соңынан қалар емес. Өзі бір сөз ұқпайтын сұмыр екен, аңдығана аңдыған. Бұл менің үлкен қалаға алғаш келгенімдегі болған оқиға. Газет журналдардан жұмыс іздеп жүріп әрең дегенде осы жұмысымды тапқанмын. Осылайша күнделікті баратын жерім мен үйге келетін жолым бір жол. Ал мұны білетін мына көкжал қыр соңыма түсіп алған. Аяқ алып жүруден қалдым. О баста ойда жоқта пайда болғанына таң қалатынмын. Тіпті ұрсып тастап өте шығып жүрдім. Алайда мұнымнан түк шықпады. Енді қайтсем екен. Сотқа арыз жазып көзін құртсам да екен. Бірақ кімге жазамын, қайда жазамын, оған менің сауатым жетпейді. Ал жеткені менде не деп жазамын? Бұл адам маған соншалықты не жамандық істеді? Түк те істеген жоқ қой. Тек танысайық, үйіңізге жеткізіп тастайын деп қипақтағаны болмаса басқа сөз айтқан емес. Көлігіне қарасам жай жүрген біреу емес екені белгілі. Өйткені мына көлік қымбат көлік. Ол кезде маған көлік жүргізу түгіл түр-түсін анықтау қайда. Алып қалаға ауылдан жаңа келген кезім. Өзім қаланың қызындай жалманып та тұрғаным жоқ. Қысқасы міне осы. Әкем қатарлы мына ақбастан құтыла алмадым. Қашанғы қашамын, және де қайда қашамын. Онан да жақсы сөзбен айтып түсіндірейін деген оймен бүгінде жұмысымнан шығып жағыма көз жүгірттім. Әне, ана бір тұрған ақ машина соныкі болса керек. Мен үлкен жолға жетем дегенше болмады. Қатарласа кеп терезесін түсіріп күнделікті әуеніне басты. Қарындас, жеткізіп тастайын дейді. Иә, тап солай деді. Мынау сол күнде кеп мені күтіп тұратын ақбас адам. Енді қайттым. Аялдамаға жетем дегенше біраз жер бар. Ал жаяу жүргіншімен қатар жүрген көлікке кейінгілер сигнал басып үлкен көше бойы уда шу. Ал мына ақбастың оған қарайтын түрі жоқ. Отырыңызшы деп жалынып келеді. Құдай жазса шараң бар ма, сол мезет алдағы аялдамаға дейін отыра салсам деген ой миымаса бете қалмасы бар ма? Мақұл отырайын, бірақ анау аялдамаға дейін отырамын деп айтып салдым. Бұл сөзіме ақбас қатты қуанып кетті. Көлігінің есігін айқара ашып тоқтай қалды. Мен де жағымды бір шолып шықтым да алдыңғы орындыққа қарғыдым. Осылайша өмірімде жігітпен кездесіп көрмеген мен әкемдей адамның көлігінде отырдым. Ал жаңа көлік жаймен жүріп ортаңғы жолға шықты да көп көліктер нөпіріне қосылды. Міне, осыдан соң сұрақ жауап басталды. Есімің кім дейді, салмақты үнмен. Сабира дедім де, үнсіз қалдым. Қуаныштымын, қайдан боласың сұлуым дейді, қайта қарап. Жезқазғаннан боламын дедім. Содан өзара әңгімеміз қыза түсті. Жезқазғанда болғамын дейді. Кішігірім қала. Бірақ қыздары өте сұлу. Негізі қазақтың қыздарының бәрі сұлу ғой, менің әйелім де өте сұлу келіншек деп барып тоқтап қалды. Мына сөзге төбемнен жай түскендей болды. Сол сәт неге екенін білмеймін, тоқтатыңыз көлікті, түсіп қаламын деп айқая бастым. Бірақ мұнымнан түк шықпады. Кешіріңіз деп кешірімді сұрап алған ақбасым мен тұратын ауданға қарай жүйткіді. Не істеймін, үнсіз ғана отыра бердім. Іштей ойлап қоямын, қыз қырқын қуған еріккеннің ермегі болғым келмейді. Мынаның есі дұрыс емес. Бұл тап сондай адам. Қызындай қызға көз салған құлқынның құлы болғыр біреу. Ақша не істетпейді дерсің. Қымбат көлікті киімше ауыстырған мына еркексымаққа қыз керек. Қыз болғанда да қыпша бел, қасы қиылған оймақ ауыз қыз керек. Мен өзімді сұлумын демеймін, бірақ маған сөз салмаған жігіт жоқ. Ауылдағы мектепте де, онан қарағандыға медколледжге оқуға түскенімде де қырындағандар көп болған. Тіпті колледж басшыларының бірі оқуымды, пәтерімді, киімдерімді мойнына аламын деп қолға салғаны бар, бірақ менің тәрбием бөлек. Тең-теңмен тезек қабымен деген бар, әкемдей адамның көлігіне отырып құдай ұрғанын қарашы. Осыдан аман сау үйме жетсем, екінші рет маңына жоламаспын. Және де басы бос еркек болса бір жөн. Сұлу бәйбішем бар деп қояды. Осылайша өз ойыммен арпалысып отырғанда үйге жеттік. Енді мына қызықты қараңыз, мен тұратын үйді мына ақбас бұлжытпай тауып келді, тіпті подъездімді де білетін сияқты. Оған өзі қуанып отырған сыңайлы.
Міне аман есен жетті қарындас дейді, жерден жеті қоян тапқандай, мен не дейін. Қуанышымда шек жоқ. Рахмет сізге, ақшаңызды төлейін дедім сумкама қол жүгіртіп. Қойыңыз қарындас, ақшаңыз керек емес. Онанда 5 минут болса да отырып әңгіме айтайықшы дейді, қолымның сыртынан ұстап. Мына іске қорқып кеткенім соншалық. Жіберіңіз мені деп екінші қолыммен есікке жабыстым. Бірақ қорқынышым тезде басылды. Өйткені өз үйімнің алдында, өз ауламда отырмын. Сонымен қатар осы адамның түпкі ойында білгім келді. Сол үшін де өзім бастадым. Ал айтыңызшы, сіз маған не дегіңіз келеді, менен сізге не керек деп бұртидым. Сонда ғана Ақбасым әңгімесін бастады. Менің жасым 42-де. Осы қаланың тұрғынымын. 2 қызым бар. Екеуі де шет елде оқиды. Несін жасырайын, үйде бәйбішем де бар. Екеуміздің отау тіккенімізге жақында 20 жыл толады. Фармацевтика жөнінде бизнесіміз бар. Қала сыртындағы жеке секторда тұрамыз. Қарсы болмасаң, бір күні біздің үйге қонаққа барсаң, үйдегі жеңешеңмен таныссаң. Ол өте жақсы кісі. Сенбесең міне, өзің сөйлесіп көрші деп әлдекімге қоңырау соға бастады. Ойбай, мынау жынды ма әлде алжыған біреу ма? Бәйбішесімен таныстырам деген несі, қой мына сұмырайдан аулақ жүрмесем болмас деп түсіп қаша жөнелдім. Алайда алысқа кетуге шамам жетпеді. Сабираш, түсінші мені. Сен толық тыңдаған жоқсың ғой, сол үшін де түсінбедің, тоқташы, бері келші. Тым болмаса анау скамейкада отырып сөйлессек деп едім, егер көлікте отыруға қорықсаң дейді. Ойбүй, енді қайттым. Қайдан ғана отырдым мына көлікке. Енді қалай құтылсам екен? Мынаның есі дұрыс емес екені анық. Бәйбішесі несі ойбай. Қой онан да бәрін айтып тастайын да құтылайын деп кері бұрылдым. Бірақ көлігінен түсіп қолын созып тұрған мына Ақбасты көргенде қаттым да қалдым. Өйткені бір қарағанда кәрі көрінгенімен көліктен түскенде көрген Ақбасым мүлдем басқаша еді. Ұзын бойлы, үстіне қымбат киім киген осы адам мені өзіне баурап бара жатты. Осылайша көлікке отырып басымды изей бердім, тіпті әйелімен сөйлесуден де қашпадым. Сіңілім деп сөзін бастаған әйелінің даусын телефонда естігенде ғашық боп қалдым. Тек орысшаны көбірек қосып сөйлегені болмаса, өте ақкөңіл әйел екенін сезіп тұрдым. Осылайша мына Ақбаспен арамыз жақындай түсті. Кетерінде қолыма бір уыс ақша ұстатты. Әрине мен ол ақшадан үзілді, кесілді, бас тарттым. Бірақ сөмкеме салған әлгі Ақбас алмасыма қоймады. Пәтеріме келіп санай бастадым. Қанша дейсіз бе? Бақандай жетті шықты, 70 мың теңге. Ол кездегі 70 мың мен қазіргі 300 мыңды ұрып жықса болады. Бұл менің сол кездегі 3 айлық пәтер ақыма жетеді. Ол кезде менің жалақым 40 мыңнан сәл асатын. Бұл дегенің өте көп ақша. Осылайша Ақбас өз дегеніне жетті. Келесі кездескенде номерімді беріп үлгірдім. Қоңырау соғып тұратынды шығарды, бәйбішесі де қалмады, қоңырау соғып шақырып қоймады. Сөйтіп жүргенде телефонда даусын ғана естіген осы келіншекті қатты көргім келді. Бастапқы апта бәйбішесімен телефонда ғана сөйлесіп тұрдық. Ал Ақбас менің тегін таксиіме айналды. Жұмыстан шықсам үйге жеткізеді, үйден шықсам жұмысқа жеткізеді. Қоқанда банда, санда ұялғаннан ақша берсем алмайды. Керісінше маған береді. Бұртиып алып мен де алмаймын. Осылайша арамыз жақындай берді. Бойым үреніп тез тіл табысып кеттім. Алғашқыда әкемдей көрінген Ақбас енді маған ең жақын адамға айналды. Арадан күндер сырғып өтіп жатты. Бәйбішесі қонаққа шақыруды тоқтатпады, соңында менен шыдам кетті. Тек даусы ғана естілетін келіншекті өз көзіммен барып көргім келді. Ақбаспен келісе отырып осы сенбіге жоспары құрылды. Негізі менің жұмысым сенбі-жексенбіге қарамайтын. Қалалық аурухана болған соң ауысымен жұмыс істейтінмін. Сондай-ақ бір бөлмелі пәтерді 3 қыз жалға алғанбыз, айына әрбіріміз 10 мыңдай ақша төлейміз. Енді менің алдымда осы 2 құрбыма қалай айтсам деген сұрақ тұрды. Шынымен де не десем екен? Ақбасыма барам десемше. Онда мен күлкіге қалғаннан басқа не табамын? Туысқандарыма кеттім дейтін бұл қалада. Ешкімім жоқ деп қойғамын. Бармай қалсам ба екен? Онда әлгі келіншектен ұятқа қаламын.
Оның үстіне өзім де осы жұмбақ келіншекті көргім келеді. Қойшы, не болса сол болсын. Қазір үйден шығамын да жүре беремін. Әрине жаяу бармаймын. Тіпті таксимен де бармаймын, өйткені мені күтіп есігімнің алдында Ақбас тұр. Шығамын да көлігіне отырамын. Сосын телефонымды аламда бейтаныс келіншекке қоңырау соғамын. Үйіне жеткенше үзбестен сөйлесіп барамын. Егер ақшам бітсе, мына Ақбастың телефонын пайдаланамын. Өйткені ол заманда қазіргідей тегін тариф жоқ. Сондықтан да маяк лақтыру мода боп тұрған кез. Немесе қайтып қоңырау соққанша торпедолататын заман. Әсіресе студенттер мен біз сияқты пәтерде тұратындардың арасында бұл қатты дамыған. Соңғы 5 бірлігің бар болса болды, маяк лақтыруға жетіп жатыр, тек телефонның арғы жағындағы адам ұстап алмаса болды. 5, 6 тіпті 10 рет маяк лақтыра бер. Мұны менің замандастарым біледі. Бұл сонау 2005-2006 жылдар. Қысқасы мен оның несін қайғырамын. Төменде тұрған Ақбасқа бір маяк тастасам жетіп жатыр. Жүгіріп барып карта сатып алады да номерін теріп маған жібереді. Мен сол цифрларды теремде телефоныма 500 немесе 1000 бірлік жүктеймін. Бүгінде солай болған. Ол маған ақша жүктеп берген. Ал сол адам тап қазір төменде мені күтіп тұр. Қысқасы шықтым да көлігіне отырдым. Азын аулақ аман саулықтан соң қала сыртындағы Ақбас үйіне қарап тартып кеттік. Жалғасы бар. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер достар.